Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңдер. Бүгін мынадай топ-томпақ, қып-қызыл, жұп-жұмсақ, табиғи ашытқыға пісірілген күлше нанның рецептімен бөлісемін. Иісі балалық шақтағы анамның пісірген нанын еске түсіреді. Ыстық күйінде сары май жағып жесең ғой, қандай дәмді. Бізге ол үшін жылы су керек, бір стакан жылы сүт керек, және бір шай қасық тұз керек. Тұзды былғап ертіп аламыз. Оның үстіне ертілген сары май құямыз. Оны да араластырамыз. Содан кейін кәдімгі табиғи ашытқыны саламыз. Міне менің ашытқым жақсы көтеріліп тұр. Мінекей. Осыны алып біздің массаға саламын. Қасықпен жақсылап еземін. Міне осындай қылып массаның ішінде ашытқыны езіп аламын. Үстіне күштен өткізілген ұнды бөліп салып илеймін. Дрожждың зиянын білеміз. Сондықтан табиғи ашытқыға пісірілген нанды жеуге кеңес беремін. Осы қамырды ашығаннан кейін біраз қантай бөлігін алып, ыдысқа салып, қақпағын жауып, тоңазытқышта сақтаймын. Нанды илейтін уақытымда 2-3 сағат бұрын шығарып, жылы жерге қоямын. Міне ашытқы әдемі болып көтеріліп тұрады. Міне біздің нанымызда иленіп болды, иі жақсы қанды. Бетіне пищевая пленканы жауып, бетіне сүлгі жауып, жылы жерде сақтаймын. Духовканың ішін жылытамда, соның ішіне салып қоямын. Міне 2 сағаттың ішінде қамыр өте күшті болып көтерілді. Қамырдың жақсы көтерілгені табақтан ажыратқанда да мінекей көрініп тұр. Енді қамырды бірнеше бөлшектерге бөлеміз. Күлшелердің барлығының көлемі бірдей болу үшін 120-130 грамм қылып, тең қылып бөліп қоямын. Енді міне қамырды осындай қылып барлығын дөңгелетіп қоямын. Менде барлығы 10 күлше шықты. Рецепт төменде описаниеде жазылған. Ал осындай бір бөлікті келесі ашытқыға ыдысқа салып, тоңазытқышқа саламын. Қамырлардың араларын алшақ-алшақ қылып, противеньге саламын да, бетін сүлгімен жауып, 10-15 минут көтерілуге қоямын. Мінекей 15 минут өтті, және де көтерілді біздің қамырымыз. Енді үстін басып, формаға келтіремін. Араларын алшақ қылатын себебіміз, қазір піскенде ол бір-біріне көтеріліп, бір-біріне тиюі мүмкін. Сондықтан арасын алшақ қыламыз.
бір жұмыртқаның сарысының үстіне бір ас қасық сүтті құйып араластырып күлшелердің бетіне жағамыз. Сосын шанышқымен осындай қылып тесіп шығамыз, қатты көтеріліп кетпеу үшін. Одан кейін үйде күнжіт болса күнжітті, менде болса тек мак болды. Макты бетіне сеуіп шығамыз. Қызып тұрған духовкада 200 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің күлшелеріміз де пісті, өте жұп-жұмсақ болды. Осы рецепт бойынша сіздер де нанды тек аштыққа пісіріп жеуге кеңес беремін. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, қоңырау шағын басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.